Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі біздің подкастымыз қыздарға арналған бет күтімі туралы болмақ. Ендеше бұл мен Ақерке және жанымдағы Мөлдір мен Жанерке. Ендеше сұрақтарымызды бастасақ, менің алғашқы сұрағым, жалпы осы бет күтімін сіздер қанша жастан, қай кезден бастап қолдандыңыздар? Жалпы мен өзімнің күтімім туралы айта кетсем, мен жасөспірім кезден бастап, негізі менің бетім кішкене проблемалық теріге жатады, яғни бағанағыдай безеу, қарадақ деген нәрселер менде көп шығып тұрады. Сондықтан күтіміме, жаңағы жейтін тамақтарыма, тіпті ұйқыма дейін мен жақсы қарауға тырысамын. Мен болсам, мен ерте бастайтынды айта алмаймын. Себебі осы бірінші курсқа келгеннен бастап бет күтім жасап бастадым. Ондай менде бір проблемный кожа болған жоқ. Тек ауаның жақпауына байланысты безеу, аллергия деген сияқты заттар ғана болды. Сол бірінші курстан бастағам. Жалпы күнделікті қандай өнімдерді қолданасыздар? Мысалы, біреудің беті мысалы құрғақ болуы мүмкін, біреукі майлы деген сияқты. Сіздердікі қандай типтік кожаға терге жатады? Жалпы менің негізгі бетімнің типі ол майлы. Яғни мен кез келген кремді болсын, тіпті бетімді жуатын бір заттарды болсын, бәрінің құрамына қарауға тырысамын. Тіпті күтімнен бөлек жағатын косметикаларым бар. Ол косметикаларымда бір безеуге шығуды, бір безеуді шығармайтын барынша құрамы таза косметиканы қолдануға тырысамын. Менің беттерім ылғалды, андай майлы да емес, құрғақ та емес. Менде бір проблема, ол тек аллергия. Сол үшін қай косметиканы қолданғанда да, құрамын оқығанның өзінде мен қайсысы маған жағатын, қайсысы жақпайтынын мен айыра алмаймын. Сол үшін барынша енді қымбат косметикаларды, қымбат бет күтіміне қолданатын құралдарды пайдалануға тырысамын. Мысалы, сатып алып, мысалы, сіздер пайдаланғанда сіздерге кері әсерін берген сәттер болды ма? Мысалы, сіздер қарап көрген кезде. Мен айттым ғой, менде аллергия бар деп. Мен көп заттарым менде үйде жаңа күйінде тұр, себебі оларды алам, менде уже бір күн жағам, келесі күн аллергия беріп кетеді. Тіпті кірпік жасатамыз ғой, соның өзінде патчелер бар, кап көздің астында тұратын, солардың өзінен аллергия беріп кетті. Осы өзімнің тойымның алдында бетім ісіп, көзімнің асты ісіп, сондай бір үлкен проблема болып жүрген. Сол үшін меніңше көп адам қолданатын, көп адамнан совет ретінде беретін косметикаларды, болмаса бет күтіміне арналған кремдерді қолданса болады. Сіздерше ондай нәрсе болған жоқ па? Менде ондай нәрсе болды. Көбінесе көп болады, өйткені менің бетім жаңағы айтқандай безеудің шығуы өте жиі болып тұрады. Құттай бірдеңе жақпаса, құттай тамағым дұрыс жасамаймын, тамақты дұрыс жемей қалсам, ұйқым дұрыс емес болып қалса, немесе бір тәттіні көп жеп кеткен кездерде, барлық кезде безеу көп шығып кетеді. Менде ондай оқиғалар көбіне болады. Достарымның үйіне барған кезде бір қонып қалатын кездер болады. Қонып қалған кезде бетіңді жумасаң болмайды. Бетіңді жумасам жата алмаймын. Олардың қыздарымның, достарымның күтімдерін қолданған уақытта сондай бір болады, безеудің шығып кетіп, әркімнің беті әртүрлі деген сияқты ғой. Сізге жақпай қалуы мүмкін. Бірақ жуу керек енді дегенмен. Жалпы сол бет күтімінде мысалы айтады ғой, ас құрту, ұйқы, физикалық қозғалыстар көбірек керек деп. Сол қаншалықты дұрыс деп ойлайсыздар мысалы. Бірақ бұл кейбіреулердікі оған қарамайды, не жесе де, не ішсе де беттері тап-таза болып жүре береді деген сияқты. Ол адамның асқазанына байланысты, ас құрту жүйесіне, ағзасына байланысты деп ойлаймын. Енді ондай адамдар бар, мысалы бір адам манағыдай кез келген, мысалы бургер, донер дегендер жібере алады да. Кейбіреулерінде ондай тамақ жесе безеу, бетіне проблемалар уже басталып кетеді. Сол үшін дұрыс тамақтанып, ұйқыны дұрыстау керек деп ойлаймын. Мысал ретінде Жанеркенің өзі де айтып отыр ғой. Мен осындай ұйқым дұрыс болмаса, тамағым дұрыс болмаса безеу шығып кетеді деген сияқты. Ал меніңше сенде ондай жоқ сияқты. Себебі біз сенің енді күнделікті көріп қой өзіңнің бетіңнің таза екенін.
Мен вообще өмірімде айтайын, мүлдем ондай нәрселерді қолданып көрмедім. Негізі тек сумен тек жуып сөйтіп жүре беремін, бірақ анандай қымбат нәрселер алып, дүниелерді алып, ондай өнімдерді қолданған емеспін. Жалпы осы тұрғыда сіздер андай медицинамен жүгініп, ондай нәрсе көрген жоқсыздар, дәрігерлермен сөйлесіп деген сияқты. Мысалы, біздер өзіміздің білімсіздігіміздің кесірінен мысалы кейбір нәрселерді дұрыс ала алмай жатамыз деген сияқты ғой. Сатушылар мысалы өзінің тауарлары өту үшін де мысалы өтірік айтуы да мүмкін деп ойлаймын мен. Негізінде мен косметологқа жүгінемін көбіне. Косметологтар енді біледі ғой қанша дегенмен ұстап қарап бетімізге не керек емес екенін біледі. Көбінесе жиі анализ тапсырып тұруға тырысамын. Бірдеңе жетпейтін болса, тіпті бет күтімінен бөлек жаңа айттық қой. Іште асқазанда бірдеңе дұрыс емес болатын болса, немесе цикл какой-то бір мысалы тамақтың циклі болсын, ұйқының циклі болсын, барлығы бұзылатын болса, ол біздің ішкі гормондарымызға әсер етеді. Ол біздің бетімізге шығады. Яғни тек қана бет күтімі жасай берсек қана безеуді бана безеуден, қарадақтан құтыламыз деп ешқандай гарантия жоқ оған. Сондықтан барлығы өзінің орнында болу керек. Мысалы, жылы мезгілдеріне де байланысты беттің құрғап кетуі де, мысалы, майлануы да соған байланысты деп айтып жатады. Мысалы, жаз кезінде SPF-ті қолданады дейсің, қыс кезінде қандай нәрселерді қолданған дұрыс, мысалы. Қыста мысалы аязда бет үсіп кетеді ғой көбіне. Негізінде SPF ол қарамайды оған. Қысқа да, жазға да қарамайды негізі. Оны барлық 4 мезгілде де қолдану керек. Тек дұрысын ғана пайдалану керек. SPF деген жалпы бізді күннен емес, жалпы күннің ультра күлгін сәулесінен қорғайтын дүние ғой негізі. Сондықтан ол тіпті бізде андай қара дақтардан бөлек бір шығып кетеді ғой, веснушка деп айтады. Мысалы, веснушкалардың өзі сол ультра күлгін сәуледен шығып кетуі мүмкін. Тіпті даже беттің тез қартаюына да әкеледі. Беттің тез қартаймауы үшін де SPF қолданып жатады кейбір адамдар. Жақсы. Жалпы біздің бұрында ата-бабалар, жалпы әжелерімізде табиғи өнімдерді қолданған ғой. Бұрын айтады ғой, бетімізге біздер айран жағатын едік, сүтке шомылатын едік деген сияқты. Сіздер де сондай бір табиғи өнімді қолданып көрген кездеріңіз болды ма? Мысалы, үйде болып, мысалы әжелеріңіз айтып деген сияқты. Енді ол айтамыз, мысалы косметика жаққанның өзіне жақпа, ерте қартайып кетесің. Біздің кезімізде деген әңгіме көп естиміз ғой. Мен қолданып көрдім. Менде көбіне ернім қатты жарылады. Оған мен оны жазатын ешқандай ондай гель бір нәрселер жағып көреді ерінге. Ондай болмағандықтан мен кәдімгі қолдың қаймағын жағып көргем. Бірақ ол шынымен кетіреді екен. 2-3 күн жағып солай болған. Менде болды енді. Әжемнің қызы болғаннан кейін, әжемнің қасында өскеннен кейін олар көбіне күріштің суымен жуу деп сондайды айтатын болды. Тіпті одан бөлек банағы қаймақтың бетіндегісімен бір жағып қой деп сөйтіп олардың барлығын көргем. Тіпті шашымды көк сумен жуып ондай да бір ситуациялар болған. Ол да енді кетіруі мүмкін шығар, мен 1-2 рет жасадым да тек қана ол нәрсені. Ол пайдаға аспай қалуы да мүмкін деп ойлайсыздар ма? Себебі ол кездегі табиғи заттар мен қазіргі табиғи заттардың өзінің айырмашылық бар сияқты. Жер мен көкте бәрібір химикалық заттар болады арасында деген сияқты ғой. Жалпы өздеріңізден кейінгі қыздарға қандай кеңес айтар едіңіздер? Мысалы, бет күтімі жайында не нәрсені қолданған дұрыс, нені бұрыс? Қымбат өнімдерді, таза өнімдерді қолданған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ қымбат болғанда да адамның өзінің организміне жағатын бар, жақпайтын бар. Сол үшін алдымен дәрігерге или косметологқа жүгіну керек деп ойлаймын. Жалпы енді өзімізден кейінгілерге бет күтімін әлі жасамай жүргендерге бет күтімін жасап, өзіміздің денемізді, өзіміздің бетімізді танығандарыңыз дұрыс деймін. Ең бірінші ол денеміз өзіміздікі болғаннан кейін қамқорлық танытуымыз керек бәрібірде. Сол үшін де өзіміздің денемізді танып, соған сай күтім жасау қажет. Жалпы сіздерге осы тұрғыда, мысалы, апаларыңыз, немесе ағаларыңыз,
осы тұрғыда апаларыңыз немесе әпкелеріңіз, көптеген аналарыңыз кеңес берді ме? Мынаны жаққан дұрыс, бұл дұрыс емес деген сияқты. Бұны қолданба. Жүзе раз қайтқансын. Осы тұрғыда сіздерге әпкелеріңіз немесе жеңгелеріңіз, аналарыңыз жалпы кеңес берді ме? Иә, менің мамам өзі медсестра. Сол үшін ол көбіне дәрілерді бар ғой, құрамында медицинадан өткен, сондай өзі қолданатын витаминдері бар құрамында да. Сондайларды көбіне маған ұсынады және витамин ішуді ұсынады. Алдымен ішіңді тазала, организміңді тазала деген сияқты. Сол енді барлығы өзінде бар затты ұсынғысы келеді. Әркімге өзінікі дұрыс деген сияқты. Бірақ та сол алдымен дәрігерлердің кеңесімен сондай керек деп ойлаймын. Сіз ше? Жоқ, апаларымда ондай бір кеңестер болған жоқ, бірақ өзімнің мамам көбіне тамақ ішу циклымды қарап отырады, бағанағыдай бақылап жүреді. Осы кезде тамақ іштің бе, осы кезде витаминдерін іштің бе деп дәріге, витаминге именно мысалы іштегі бір витаминдерді қамтамасыз етіп отыратын мамам мысалы. Осындай витамин іш, осыны іш, осы нәрсеге көмектеседі деп. Жалпы айтып жатады ғой, бетіңді жақсы күткің келсе, бояуларың да азайды деген сияқты. Бояудың көптігі мысалы беттің жақсы болуына жалпы кері әсерін бере ме? Или оның ешқандай әсері жоқ деп ойлайсыздар ма? Мен еш әсері жоқ деп ойлаймын. Егер тек манадай таза оригинал өнімдер болса, ал болады ғой, китайский, мысалы қазір Пиндоды, сосын түрлі сайттардан алатын заттар енді олардан болуы мүмкін. Мен енді көріп жатам, әлеуметтік желіде көбіне андай бір кәдімгі бренд косметикалардың оригинал емес түрлерін сатып жатады, оны алып жатады адамдар. Оларды түсінбеймін негізінде. Ол біздің бетіміз ғой негізінде. Бетіміз, ол біздің денеміз. Өзімізге махаббатпен қарасақ, негізінде ондай арзан-құрдан заттарға қызықпауға жетпіз. Өйткені оның ешқандай әсерін ар жағында не болатынын білмейміз да. Соған қарамастан бірақ адамдар бағасына қарап алып жатады, беттерін құртып алуы мүмкін ба, ол жерде ожог алуы мүмкін ба, белгісіз оның іші қандай химикаттарға толы екені. Бірақ енді оригинал зат, бренд зат, қымбат заттың аты қымбат зат. Қымбат не үшін қымбат болады? Өйткені сапалы болғаннан кейін, ішіндегі құрамы сапалы болғаннан кейін. Менің ойымша негізінде енді қымбат затты таңдаймын мен негізінде. Арзан затпен, бір арзан емес, бюджетный затпен қымбат заттың арасында мен негізінде қымбат затты таңдаймын. Өйткені қымбат заттың аты өзі аты затына сай болады деп ойлаймын. Қымбат деп ойлайсыз, сіз ше? Иә, мен де соған келісемін. Қымбат заттарды алуға, өнімдерді алуға жүгінесіз. Рахмет көп сіздерге. Жалпы біздің осы әңгімеміз көптеген қыздарға керемет кеңес деп ойлаймын. Ендеше сау саламатта болыңыздар.